Бүгін мен сіздерге асқабақ қосылған пирогты көрсетемін. Ол үшін тура осылай асқабақты турап, духовкаға салып алып пісіреміз. Піскен асқабақтарды блендерге салып, үстіне бір жұмыртқа қосып, 100 грамм май құямыз. Негізі вилкамен де езуге болады. Мен іртік болмау үшін блендермен ездім. Менің блендерім кішірек болғандықтан мен асқабақты 2 бөліп айналдырдым. Сіздер жұмыртқасын, сұйық майын қосып айналдырып істей берулеріңізге болады. Ал енді барлығын міне шараға құйдым. Үстіне 3 стақан ұнды елегіштен өткізіп қостым. Осының үстіне 1 шай қасық дрожж, қосқыш, ванилин, 1 шымшым тұз, осының бәрін илеп қамыр жасадым. Сіздер өз қалауларыңызша қант қосуға да болады. Мен қант қосқан жоқпын. Асқабақтың өзінің де, ішіндегі дәннің де адамға пайдасы өте зор. Әсіресе асқазан, бүйрек, жүрек, өт, ішкі органдардың бәріне өте пайдалы. Асқабақтан көптеген дәмді тағамдар жасауға болады. Мен келешекте сіздерге видеосын түсіріп көрсетіп жасаймын. Ұнға асқабақты молырақ салсаңыз, осындай сап-сары болып, жақсы болып көрінеді. Үстіне мен қара мейіз қостым, әдемі әрі дәмді болсын деп. Әбден июін қандырған соң, бетін жауып бақтырып қойдым. Жарты сағаттан соң қайтадан басып, қайтадан бақтырдым. Сосын формасына салып, қайтадан көтерілуін күтіп, 10-15 минуттай қойдым. Нанды жиі басқан себебіміз, нан духовкаға салғанда жақсы көтеріліп піседі. Мен осы уақытта пешімді алдын ала 200 градусқа қыздырып қойдым. Духовкаға нан салғаннан кейін 180 градусқа қойдым. Бетіне күнжіт сеуіп 30 минутта пісіріп алдым. Сіздер өз пештеріңіздің қалай қызуына байланысты қоясыздар. Сіздер де міндетті түрде пісіріп көріңіздер. Әрі пайдалы, әрі ерекше тағам. Міне пирогымыз да әп-әдемі боп, қып-қызыл боп пісті. Біз бірден ыстықтай кесіп жедік, әрі тойымды, әрі дәмді екен. Видеом ұнаса, комментарий жазып, каналыма тіркеліңіздер. Сіздер де осылай істеп көрдіңіздер ме пісіріп? Төменге жаза кетіңіздер.